Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып пісетін творожный пирог дайындайтын боламыз. Керекті заттар тізімін описание бөліміне қалдырамын. Ең алдымен біз осылай жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап араластырып, оның үстіне мен сұйытылған сармайды қостым. Оны арнайы ерітіп алсаңыздар да болады, немесе бөлме температурасында тұрған сармайды қоссаңыздар да болады. Және де алдын ала қопсытқышпен ұнды араластырып қойып, осылай қосамыз. Бәрін бірден қоспаймыз, осылай біртіндеп қосып отырып араластырамыз. Осылай жақсылап араласқан массамызға енді ұнның барлығын қосып болып, қолымызбен жұмсақ қамыр етіп илейміз. Дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа салып қоямыз. Мен салмасы дайын боламын дегенше сап қойдым. Және де салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін творог пен қантымызды және жұмыртқамызды, қаймағымызды қосып, блендермен езіп аламыз. Блендер болмаса, жай ғана миксермен араластырсаңыздар да болады. Міне осылай жақсылап езіп аламыз. Осындай масса шығады. Және де қамырымызды дайындауға кірісеміз. Ол үшін осындай формада толықтай жайып алдым. Міне осылай дайын болған қамырымыздың үстіне салмамызды саламыз. Жан-жағына жайып, қызып тұрған пешімізге пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан, менде мысалы 40 минутта пісті. Міне осылай болып пісіп шығады. Бөлме температурасында толықтай суытып аламыз. Мен құлпынаймен безендірдім шет-шетін. Сіздер қалаған жемістеріңізбен безендірсеңіздер болады. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Жанарай.